Достар, сіздермен бірге мен Аружан, лайкбастер келіп кетуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі бізде Токобокода тақырыбы жетікгүл. Бұл бірінші бөлім. Қазір хит болып жатқан соң, мен осы жетікгүлді істедім. Жетікгүл болғанда достар, мына қыздар жеті болады ғой. Шоқ. Қыздар біреуін аттастайын. Қайсыны аттасарсың болады. Отасы болады. Мінекей. Жетікгүл болады. Достар, жетікгүл. Давай ақылымен бастайық. Тамақ істеуге бізде не бар? Тамақтар, продукты табытып. Осы нені алайын да? Лақман пісірейін. Осыларды пісірейін. Тарелка қойын онда. Таброткамен. Анашым, жоқсыз пісірмей қойыңыз. Демалыңыз, барыңыз. Жоқ қызым, өзім пісіремін, барыңыз. Анашым, сіз аяңыз ауыр, сондықтан барыңыз, демалыңыз, өзім істеймін. Ой, рахмет жаным қызым. Рахмет. Жарайды, мен барып демалайын ба? Иә, демалыңыз. Ал мен өзім бәрін пісірем. Жарайды. Так. Жанына қыздарын несі. Тарелкалы болайын таброткамен. Дайындап қойдым, ішіне бір шай ішпейін дейді ғой солар. Үстіп қойын ба. Кеттім, шақырып кетейін. Медина, Бадина, Асия, Адина. Ойбай. Ұлжан, тұрыңдар. Ұлболсын, Ұлжан. Ұлболсын, Ұлжан. Ала тұрам өзі. Раушан айтады, 1 жылға, 2 жылға деп алма дейді, 3 ай, 6 ай деп ал дейді. Жазғы шабасына керек дейді. Тамақтайын. Мама қайда? Маман демалуға жібердім, өзім пісірдім. Кәдімгі қонақтың алдай алып ал дейді. 3 ай төлеп тастайсың, жазда жұмыс көп болған кезде төлеп тастайсың дейді. Соны шешіп алған, суретке түсіріп алған. Кеттік. Соны Кәдімгі өзім әкені шақырам. Раушан жоғары білімді ғой, мұғалім. Воспитательница 200 мың айлығы бар. Кәдімгідей тек 150 мыңнан салып тұрдым дейді. Бір жылда жинаған, 1,5 жылда ма. Күйеуі кәдімгі сабашқы істейді күйеуі. Біреудің цементін апарып береді, қыздың жүгін апарып береді, газель. Айтым бәрі жақсы болды. Ертең қызымның жүгін не қылатын кезде медетке айтпасам, арзандап апарып беріпсің. Иә, апарады ғой. Құрсын сен де барасың дедім. Кім болып дейді, подружкам болып па дейді. Біліп баратыр медет, келіншегім. Таңғаласың сөйтіп сөйлегендеріне, жұрттың байларына. Аман өмір айтпайды, мен қарағатын деп айтады дедім. Так, сіздердің көңіл-күйлеріңді көтеру үшін өстіп қойын. Өзім отырғайын енді. Мамаларың қайда? Мен тамақты пісірдім, маман демалуға жібердім. Не тамақ мұнда? Ұнамады ма сыр менің? Мен не ғой? Атын ұмытып тұрмын. Маған мамаларының пісірген тамағы керек. Онда шай құйып берейін бе? Маған шайларын керек емес. Мамаларың шақында, мамаларың тамақтарын жеймін. Тұзы да ащы. Кеттім мен. Мен
Tamamdır. Tuzun ısırağı edip pişirmedim. Bu şip karındır. Demi degen kuştu. Soğuk. Haydi. Onda patlıcanı tasayım. Odan keyin ülkeni men qo'y siz shoshgan bo'lasiz. Men yuvib tastayman. Keyin jaraydi. Mamalarimiz keyin tamoq o'zim ishim degan bo'ladi. Jaraydi. Biz de uyda shinab ketib men nabol qizga qarayman. Uykumuzda birga ishlab tashlab o'tirdik. Jaraydi. Şimdi soğuklayayım. Posta soğumayayım mısın? Şimdi soğuklayayım. Soğumayayım. İşte bırakmayayım. Oldu yeniden atar okkallarda. Atlasayık. Bunun ne mi? Ya. Yey. Turmağın tamam bir. Bir. Benim kızım жасаған еді ғой. Оны kuma ұнамады, тұзы аша. Бағана мен дәмін көргенім тәтті ғой. Тәтті болған. Сол ғой. Не? Маған дұрыстап тамақ пісіріп бер. Жарайды. Нанды. Kızlarım. Ay. Şimdi papalarına zvandanglar. Ay papalarına zvandanglar. Tez zvandanglar. Alo ake, mama mana ayakta. Дейді маманың іш ауырып жатыр, тез келіңізші. Жарайды, қазір барам. Ой, бір. Жүр. Alo. Alo қызым, өздерің үйде отыра тұрыңдар. Жарай ма? Жарайды. Қыз балама сосын айтып жіберіңізші. Я, айтып жіберем. Кім қандай деп ойлайды? Бәріміз қалағандай ұл шығар. Сен қандай болсын дейсің? Мен ұл. Менде ұл. Менде. Онда етін күте тұрайық. Менде ұл деп ойлайым. Бәріміз ұл деп ойлайып шығарымыз. Қойық. Жатыңыз кез. Қыз көрейік. Істікін қазір
қандай бөпе болатынын қазір анықтаймыз енді. Анықтадым. Қандай ұл ма қыз ба? Ол жауабы ұл болды. Немесе қателесуіміз де мүмкін. Ұл болуы мүмкін. Ұл сияқты анықтадым. Алақы